Әне міне дегенше көзді асып жұмғанша достар, келесі жаз жақындап келе жатыр. Яғни бүгін майда біз тағы да бір шошаңдап бір қалаға кетіп қалайын деп тұрық. Келесі жазда естеріңізде болса, мен Ташкентте болғанмын, ал осы жазда біз отбасымызбен түгелімізбен Ақтауға барайын деп тұрмыз. Бұл Ақтауға бару әкемнің арманы еді. Балаларын осы Ақтауға апарып қайтайыншы деп. Сол үшін барлығымыз отбасымыз болып дайындалып, осылай үйді де жинап, тіпті киімдерімізді де салып осылай дайындадық. Әрине тек киімді де жинап қоймай, үйді де жинап кету керек. Сондықтан да новый осылай алған пылесосымызбен бірге үйімізді жылан жалағандай етіп жинап тастағанымыз бар енді достар. Бұл пылесос ыңғайлы екен, бүткіл блогерлерден көріп, өзімізде алғымыз келіп кетіп, тым өкінбейміз. Қараңыздар, қандай керемет етіп, күшті етіп сорып алады. Сіздер де алыңыздар, ешқашанда өкінбейсіздер. Прям ішіне дейін, түбіне дейін сорып алатын әдемі блогерлердің пылесосы деп қойық. Мен де енді кішкене блогер болғандықтан, кішкене ондайым бар енді дегендіктен осылайынан алдық, өзімізден аямау керек деп. В общем, бұл видеоның қысқасы Ақтауға дайындалу деп аталады. Алдыңғы видеомда Ташкентке дайындалу деген видеом қатты өтіп кеткен болатын. Ол кезде тоже үй жинап, осылай сіздерге таныстырып, өзімге айтқан болатын. Бұл жолы да тап осындай рубрикада видео түсірейін деп шештім. Бүткіл үйді де жинап шығу керек қосымша. Себебі біз примерно 3 күнге кетейін деп тұр Ақтауға. Себебі Ақтау енді өзіміздің Қазақстан жері болғандықтан көп қыдыратын жер жоқ. Просто табиғат жайығын қарап кету үшін біз осылай 3 күн жетеді-ау деп барайын деп тұрған жайымыз бар. Міне осыншама мусорымыз жиналды, үйіміз жартылай болсын тазарды. Келесі комнатада пылесостауға көштік. Ал мен болса әңгімемді жалғастырайын. Негізі Ақтауға бұрыннан бері пландап жүргенбіз, жазда барамыз деп. Бірақ Алланың қалауымен осы майда босап тұрмыз. Сондықтан да осылай майда бару керек болып тұр. Майда енді күн кішкене салқындау болып тұр. Қазіргі Атыраудың өзінде де кешкі погода салқын болады. Сондықтан да Ақтауда салқын дейді. Ақтауда папаның достары бар, солардан сұрап, осылайынан барайын деп жатқан жайымыз бар деп айта береді дейсің. Солай кішкене қалың киімдерімді алып, осылай өзімше жинастырып, барлығын бүктеп, түнге дейін қараңыздар, тіпті жинастырған жайым бар. Бұл ертесі күні біз уже 23-ші, иншаллах, Алла қаласа жолға шығайын деп жатырмыз. Атырау, Ақтау айтпақшы, біз таксимен барайын деп жатырмыз. 6 орындық, 7 орындық машиналар бар емес пе, үлкен. Сондайлармен бүткіл отбасымыз болып, папа, мама, мен, сестренкам, інім, апам, мен осылайынан 6 адам болып, таксистпен осы 7 адам болып жол аттанайын деп жатырмыз. Бізге дұға тілеп қойыңыздар достар. Есте сақтаңыздар, сапарға шығайын деп жатқан адамның және де әкесінің баласына тілеген дұғасы, және соңғысы 5 парызымыздың біреуі ораза ұстау. Ораза ұстайтын адамдардың да дұғасы сөзсіз ақ қабыл болады. Сондықтан да осыны құлақтарыңызға алтын сырға пайдалы информация берген болсам, тіркеліп лайк басып кетіңіздер, және де мен айтқан жақсы амалдарды орындап, армандарыңызды орындатып алмайсыздар ма достар? Негізі Ақтау туралы тағы айтатын болсақ, әкем уже барып келген болатын қалаға, бұрын командировка арқылы. Сол қаланың көрікті жерлерін көріп келген, барып келген, бірақ қысты күні барған. Қысты күні барса да әкеме ұнап, бізді апарғысы келген арманы болып қалды. Енді сол арманын жетуіне примерно 1-ақ күн қалды достар. Иншаллах жетеміз. Және де Ақтаудың қай жеріне барсақ болады, комментарий жазып кетіңіздер, біз онша білмейміз. Бірақ әкем енді былай апарам деп тұр. Тағы қосымша информацияларды комментарий жазып жіберіңіздер. Өйстіп, енді жолға пицца дайындайын деп шештім. Әдемілеп тұрып, осылайынан тесто жасап, начинкаларын турап, әдемі етіп туып, мен енді тамақ пісірсем достар, үйдегілердің бәрі жейді ғой. Өзіме қатты ұнайды. Енді болады, 1-2 ошибкалар кеп кеткен кездер, дәмі болмай қалған кездер, тұзды көп қосып қалған кездер. Енді ол қателеспейтін адам жоқ. Қателеспесе ол пенде болып кетеді, пенде бола алмайды ешкім. Сондықтан да қателесіп осылай жақсы тамақ істеп үйрендік. Барлығы осылай қателескеннен үйренеді деп ойлаймын. Сондықтан да осылайынан дайындап жатырмын.
және айтарым, қателесуден қорықпау керек достар. Қателестіңдер ма, керісінше қуану керек. Ой, қуану керек деп бұлшық етіп айта салам ба? Ладно, қуана алмайсың ғой, енді қателескен керісінше жынданып тұрған кезде. Енді ол ситуацияны дұрыстауға талпыну керек, Алладан сұрап тәубе ету керек, сонда иншаллах барлығы жақсы болады. Осылай үйреніп, жақсы тамақтар пісіріп жүрміз ғой, Құдайға шүкір. Оны зато опыт деп білу керек та. Сен мысалы қателесін, и все, уже депрессияға батып кетуге болмайды. Туф, мотивация беретін адаммын ғой мен дейтін. Сондай бір сабақ ашамын, мотивация беру керек деп. Әлемде дегенше, әңгіме айтамыз дегенше, біздің пиццамыз да пісіп қалды. Иісі аңқып кетті бес кухняға. Түрі енді осындай шықты, бірақ дәмі дейтін ғой. Сөйтіп бүгін күнімді продуктивный өткізгенім үшін Аллах тағала маған осындай керемет сый берді. Адал ас, адал істен келеді демекші, бүгін күні бойы осылай продуктивный өткізгенім үшін апам қонақтан осындай мен жақсы көретін мұсылманский сыйлықтар алып келді, яғни осындай сүрелер жазылған магниттер, таспих, 2 түрлі таспих, и осындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның магниті өте керемет, маған өте қатты ұнады. Лайк басып тіркеліп кетіңдер.